Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін кешкі асқа жеңіл тағам дайындайтын боламыз. Тефтелиді бірнеше жыл бойы осы тәсілмен дайындаймын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен 50 грамм күрішімізді жақсылап салқын суда жуып, жартылай пісіріп аламыз. Одан кейін 2-3 тілім нанды осындай шетіндегі қатты жерлерін алып, жұмсақ жерін сүтке шылайтын боламыз. Яғни сүтке жұмсартып аламыз. Сүт 30-40 мл көлемінде, және де тартылған етімізге бір үлкен сарымсақты күштен өткізіп, жаңағы дайындап алған нанымызды саламыз, күрішімізді саламыз. Біраз қасықтай тұз, қара бұрыш салып, осы заттарды жақсылап араластырамыз. Және де жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқа бізде бұл барлық массаны біріктіріп тұру үшін қажет. Енді кезекте осылай дөңгелек домалақ етіп, шарик жасап, тефтелилерімізді дайындап қоямыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін морозильникте біраз қойып қойсаңыздар болады, немесе бірден сала беруге де болады. Енді кезекте салмасы үшін бір пиязды тураймыз, бір сәбізді күштен өткіземіз, және де осы заттарды алдымен кішкене сұйық майда қуырып алатын боламыз. 2-3 картопты осындай дөңгелек етіп турап қоямыз. Сәбізбен жаңағы пиязды жақсылап қуырып алғаннан кейін біраз қасықтан қосып араластырамыз. Енді кезекте дайындап қойған тефтелилерімізді салатын боламыз. Арасына осылай картопты сала отырып, олардың жаңағы бір-біріне жабысып қалмауын қадағалаймыз. Осылай барлығын салып алғаннан кейін үстіне 1-2 жаңағы кеседей су құйып, отымызды қатты қойып пісіретін боламыз. 30 минут көлемінде пісіреміз, және де бір қайнағаннан кейін суымызды, отымызды баяулатып қоямыз. Қақпағын жауып 30 минут күтетін боламыз. Және татымына қарай тұз, бұрыш саламыз. Бұл жерде бізде гарнир дайындаймыз. Гарнирға гречка дайындадым, яғни қарақұмық. 1,5 кесе қарақұмыққа 2,5 кеседей су құйып, кішкене жарты ас қасықтай тұз салып пісіріп аламыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.